Мен дәрігер Данияр Асқарұлы. Мынау менің әлеуметтік желілерім. Кім әлі жазылмады, жазылып қойыңыздаршы, пожалуйста. Әр сабақ сайын айтып жатырмын. Жақсы. Так, бүгінгі біз алдыңғы жалпы акушерия гинекология бойынша тақырыптарын жалғастырамыз. Ол кезде біз жүктіліктің асқынуларын бастаған болатынбыз. Түсік қаупі және жатырдан тыс жүктілік туралы айттық. Бүгін гестоз және де апоплексия туралы сөз қозғайтын боламыз. Так, кеттік. Қараңыздар, құрметті дәрігер жолдастар, бүгінгі тақырып ең маңызды тақырыптардың бірі, осы АИК бойынша да. Себебі сіздер енді бізді осы сабақты көріп отқан қыз балалар болатын болса, ертең сіздер ана боласыздар, жүкті боласыздар. Сол себептен де сіздердің пациент үшін білмесеңіздер де АИГ мен акушер болмаймын дейтін болсаңыздар да өздерің үшін керек болады. Жақсы? Госэкзаменнен бөлек. Және де құрметті дәрігер жолдастар, мен сіздерге тағы да айтам, бұл госэкзаменнен өтіп кетейін деген мақсат болмасын. Жақсы? Ондай мақсат дұрыс емес. Осы госэкзаменді пайдаланып, мен сауатымды арттырып алайын деген бір мақсат болсын. Жақсы? Біздің түптің түбіндегі мақсатымыз негізгі ол бізде сауатты дәрігер болып шығу. Сол арқылы көп ақша табу, сол арқылы халқымызға пайда тигізу, сол арқылы діни жағынан алатын Алланың разылығына жету деген нәрсе ғой. Негізгі өзек ол сауатты дәрігер болу. Осы госэкзаменді сылтаурата отырып, осы, пожалуйста, міне сауатты дәрігер болуға қадам жасаңыздар. Жақсы? Мен сіздерге артық ақпарат айтып жатқан жоқпын. Именно дәрігер үшін не нәрсе керек болады, сол туралы айтып жатырмын. Жақсы? Және госэкзамен үшін. Гестоз бұл қалыпты жүктіліктің асқынуы. Соны гестоз деп айтамыз. Гестоз негізінен гестозды классификациясы бойынша әртүрлі болып келеді. Мысалы үшін оны кеш гестоз, ерте гестоз деп те бөледі. Мысалы үшін жүктіліктің бірінші триместрі, ол бізде ерте гестоз болып саналады. Ал кеш гестоз ол бізде жүктіліктің екінші триместрінен бастап әйел адам босанғаннан кейін 42 күнге дейін созылуы мүмкін. Ол кейбір классификациялар бойынша осылай да жіктеледі. Жалпы негізінен мен барлығын жіктей келе, саралай келе, гестозға үш нәрсені жатқыздым. Бұл енді бір мынау ақштың классификациясы бойынша. ақшта осы классификацияны пайдаланып, қараңыздар. Гестозда бірінші жүкті кездегі гипертензия, гестозға тағы преэклампсия және эклампсия. Бұлай қарап тұрсаңыздар, рет-ретімен орналасқан секілді. Жалпы негізінен әйел адамда эклампсия даму үшін бірінші гипертензия басталады, артынша преэклампсия басталады, артынша эклампсия болады. Жақсы? Кеттік, бірінші жүкті кездегі гипертензия дегенге тоқталатын боламыз. Мына үшеуі де не екен? Бұл гестоздың түрлері екен. Жақсы? Жүкті кездегі гипертензия бізде екіге бөлінеді. Екіге бөлеміз. Ол бірінші созылмалы артериялық гипертензия. Бұл екеуі де госэкзаменде келеді, және де бір-біріне ажырата білулеріңіз өте маңызды. Созылмалы артериялық гипертензия деп отырған не? Бұл жүктілік басталғанға дейін немесе жүктіліктің 20-шы аптасына дейін пайда болған артериялық гипертензия анықталған. Бұл енді біріншілік болуы мүмкін, немесе белгілі бір бүйрек аурулар, әртүрлі бір әйел адамның өзінің аурулары болуы мүмкін, сонан екінші реттік болып пайда болуы мүмкін. Жақсы? Ал егер де артериялық гипертензия жүкті әйелде 20-шы аптасынан кейін, жүктіліктің 20-шы аптасынан кейін пайда болса, оны біз гестациялық артериялық гипертензия деп те қоямыз. Нақты шекарасы не екен? Жүктіліктің 20-шы аптасына дейін немесе 20-шы аптасынан кейін деген сөздері ғана екен. Гестациялық деген сөз не? Бұл жүктіліктің кесірінен пайда болған артериялық гипертензия деген сөз. Жақсы? Және де гестациялық артериялық гипертензияда естеріңізде болсын, протеинурия болмайды. Уже протеинурия дейтін сөз болса, ситуациялық есепте ол гестациялық артериялық гипертензия емес. Хорошо? Так, және де оларды біз осы екіге бөлеміз, ауырлығына байланысты. Так, қақта, міне. Жіктелуі. Умеренный дегенде енді мен аудара алмадым қазақшаға. Қалай аударамыз? Жеңіл дәрежелі деп аударамыз да, солай аударатын шығармыз да. Ол жалпы артериялық қан қысымының 140-тан 160-қа дейінгісі. Систолық қысым болатын болса. Және де ауыр гипертензия дейтін түр бар, ол арға 160-тан жоғары. Жақсы? Кәдімгі артериялық гипертензияның классификациясынан сәл айырмашылығы бар.
және тұрақты гипертония дейтін нәрсе бар, ол жалпы артериялық қан қысымын бақылау үшін 20 аптадан асқан жүктілікте кемінде 3 рет гипотензивті препаратты қолданамыз, бірақ нәтижесі болса біз тұрақты гипертония деп диагноз қояды екенбіз. Жақсы. Так, және де бізде егерде артериялық қан қысымы 140-та 90 болатын болса, гипотензивті терапияны бастаймыз. Есепте осылай келеді. Есептің ситуациялық есепті оқып шығасыз. Артериялық қан қысымын қарайсыз, жүкті әйелдің 140-та 90 болып тұратын болса, сол айналады, немесе 135 болып тұратын болса да, 130-да примерно. Ол кезде айтасыз, есептің жауабына гипотензивті терапияны бастау керек деген жауап белгілейсіз, немесе гипотензивті бір препараттың атын белгілейсіз. Мысалы үшін метилдопа деген секілді. Ал 160 болып тұратын болса, ол кезде магнезия беру керек болады. Хорошо? Егер артериялық қан қысымы 160-қа жетпей, магнезия бермейсіздер. Бұл құрысу қаупін төмендету мақсатында. Жақсы. Жалпы негізінен артериялық гипертензияда жүкті әйелдерде 130 пен 150-дің арасы негізінен қалыпты бір қолайлы жағдай деп саналады. Бұл дәлелдік деңгейі А деп аталады. Жалпы негізінен дәлелдік деңгей бойынша протоколдар үшке бөлінеді: А, Б, С деп. А деген самый дәлелі мощный, жирный сондай дәлелдермен келтірілген ғылыми дәлелденіп тастаған ақпараттарды айтамыз. Б деген ол мысалы үшін 2-3, 3-4 зерттеулер жүргізілген, но 1-2 сомнение бар. С деген өте ұсақ зерттеулер жүргізіледі, күмән көп, дәлелденуі керек ақпараттарды айтады екенбіз. Жақсы. Бұл протоколдар осылай бөлінеді: А, Б, С деп. Және де мына жерде құрметті дәрігер жолдастар, диастолық қан қысымын жүкті әйелдердің 80-нен төмен түсіруге болмайды, себебі плацентарлық қан ағымы бұзылады. Осыны ұмытпау керек. Диагностикасы кезінде қараңыздар, мынау таза тестте келетін сұрақ. Бұрыннан, егер әйел адамда, мысалы үшін, созылмалы артериялық гипертензиясы бұрыннан бар болатын болса, жүкті болмай тұрып, онда ол әйелде диагностика жасау үшін мына 4 нәрсені міндетті түрде тапсыру керек болады. Ол бізде сарысу креатині, аш қарынға глюкоза, сарысулы калий және несеп талдауы. Жалпы зәр анализі ол, былайша айтқанда. Так, емі қалай болады? Емі қалай болады? Лабиталол деген бұл бізде ең бірінші препарат. Қолданылуы керек ең бірінші препарат, ол бізде лабиталол. 100 мг күніне 2 реттен. Мына миллиграмдарын мен бекерден-бекер жазып қойған жоқпын, бұлардың барлығы тестте келетіндіктен жазып қойдым. Егер лабиталол болмай қалса, екінші орында метилдопа қолданылады. 250 мг күніне 3 рет. Ол болмай қалатын болса, метапролол қолданылады. Әсіресе созылмалы артериялық гипертензия кезінде ең бірінші препарат болып саналады, метапролол. Хорошо? Және де мына жердегі маңызды ақпараттарды оқып алыңыздар. Мынау өте маңызды ақпараттар, жасауға болмайтын нәрселер. Енді біз гистоздың бірінші түрі, жүкті кездегі гипертензия деген тақырыпты аяқтадық. Енді біз преэклампсия дегенге өтеміз. Преэклампсия деген нәрседен хабардарыңыз бар шығар, себебі жүктілік кезіндегі ең жиі асқынулардың бірі осы преэклампсия болып табылады. Бүгін егерде бұрын преэклампсия бойынша миыңыздағы ақпараттардың бәрі бұлыңғыр болып жүрген болатын болса, нақты айыра алмайтын болып жүрсеңіз, бүгінгі сабақтан кейін иншалла нақты айыратын боласыздар. Себебі көз алдарыңызға елестетіңіздер. Преэклампсия деп отырғанымыз міне, жүкті әйелде давлениесі көтеріледі. Мынау зәрін зерттейтін болсақ, белок пайда болады, яғни протеинурия болады, және де отек пайда болады. Қолдарында, көздерінің астында ісіну. Міне осы триада бұл преэклампсия деп аталады. Осы 3 триада преэклампсия деп аталады. Бұл жүктіліктің 20-шы аптасынан кейін дамиды. Бұл өте қауіпті ауру. Бұл ананың да өміріне және де баланың да өміріне қауіп төндіретін ауру. Преэклампсия екіге бөлінеді: жеңіл және ауыр дәрежесі. Бұл тестте келеді. Егерде давлениесі 140, мысалы үшін қара, ситуациялық есепте жүкті әйелде мына 3 белгісі бар. Және де давлениесі 140-та 90 болып тұратын болса, міне, және протеинуриясы 0,3 граммнан жоғары болып тұрса, сәл осының айналасында болса, 0,3 грамм деген секілді болса, біз жеңіл дәрежелі преэклампсия деп жауап бересіңдер тестте.
Ал егер де 160 болса, белок 5 граммнан жоғары болса, протеин уровесі және де полиоргандық жеткіліксіздіктің белгісі болатын болса, онда ауыр дәрежелі преэклампсия деп атайсыңыздар. Яғни полиоргандық жеткіліксіздік белгісі деген сөз не? Мынау симптомдардың хотя бы біреуі кездесуі керек. Түсінікті? Преэклампсия болу керек, және мыналардың хотя бы біреуі пайда болатын болса, ауыр преэклампсия деп саналады. Жақсы, ауыр преэклампсия деп саналады. Егер де осы ауыр преэклампсияға судырып қосылып кететін болса, тырысу, құрысу, ол эклампсия деп аталады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Преэклампсияға мына симптомдардың біреуі қосылып кетсе, ауыр преэклампсия болып кетеді. Ауыр преэклампсияға судырып қосылып кетсе, ол не болып кетеді? Эклампсия болып кетеді екен. Мына жерде HELP синдромын оқып алыңыздар. Жақсы? Бұл ауыр преэклампсияның асқынуы болып саналады. Емі қалай болады? Емі бұл магнезия 20 мл. Негізінде магнезияның екі мен білетін формасы бар шығатын. Ол бірінші бір ампуласында 5 мл болады. Бір ампулада 5 мл болады. Және де екінші форма выпуска бар, ол бізде 10 мл болып шығады магнезия. Осы 5 мл өте кең таралған негізінен. Осы 5 мл-тен 4 ампула 20 мл болады. Соны 10-20 минуттың ішінде жайлап енгізеді әйел адамға. Магнезия бұл гипотониялық, яғни қан қысымын төмен түсіретін препарат ретінде қолдануға ұсынылмайды, тек судырықты басу үшін қолдану үшін ұсынылады. Бірақ артериялық қан қысымды түсіреді. Магнезияны енгізу кезінде өте маңызды мына үш белгі бар. Ол бізде тізе рефлексін тексеріп отыруымыз керек. Және тыныс жиілігін және де диурезді тексеріп отыруымыз керек. Себебі магнезияны, магнезия дейтін нәрсе бар. Яғни магнезиямен улану былайша айтқанда. Артық қыламын деп тыртық қылып алатын жағдайлар болады. Көп магнезияны енгізіп жібересің, баста әсер етпей тұрады да бір кезде бух етіп әсер етеді. Сөйтіп артынша не басталады? Магнезиямен улану басталады. Сол себептен де улануды болдырмау үшін мына үш нәрсені тексеріп отыруымыз керек. Осы үш нәрседе патология болатын болса, демек уже магнезиямен улану басталды деген сөз. Жақсы? Магнезиямен улану кезінде оны қайтару үшін оның антидоты бар, енді былайша айтқанда антагонисті, ол кальций хлориді болып табылады. Мынау да тестте келеді. Және де преэклампсияға шанс көп әйелдер болады, оны риск көп әйелдер. Оларға профилактика ретінде аспирин ішкізеді. Жүкті әйелдерді білесіздер, аспирин береміз жүкті әйелдерге, ол бізде преэклампсияның алдын алу мақсатында. 75 немесе 150 мг күніне. Жүктіліктің 12-ші аптасынан бастап 36-ші аптасына дейін тағайындап қоюымыз керек. Бұлардың барлығы КОСТың тесттерінде бар. Міне эклампсия туралы айтып өттік. Бұл ауыр преэклампсияға судырықтың қосылуын айтамыз. Негізінен алдымен тоникалық судырық басталады, артынша клоникалыққа ауысады. Міне құрысу қосылды. Мына үш белгіге құрысу қосылады. Және де құрметті дәрігер жолдастар, біз апоплексия дейтін нәрсеге тоқталамыз. Апоплексия деген нәрсе бұл госэкзаменде және сессияларда жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Бұрын бұлыңғыр немесе білмей жүрген болсаңыз, шатастырып жүрген болсаңыз, қазір үйреніп алыңыз. Апоплексия деп отырғанымыз бұл ішкі ағзаға қан құйылып, оның жарылуы. Қан құйылып бейт толып жарылып кетпейді. Қан құйылады, плюс жарылады. Екеуі екі бөлік симптом. Хорошо, бір-біріне қатысы жоқ. Енді қараңыздар, айығы бойынша апоплексияда бізде екі түрлі апоплексияның түрі кездеседі. Ол бізде жатыр апоплексиясы және де анабездің апоплексиясы деп сұрайды. Жатыр апоплексиясы деп отырғанымыз, бұл бізде кувелер жатыры немесе. Осы екеуі бір ұғым. Ол не деген сөз? Плацентаның мерзімнен бұрын сылынып түсіп кетуінен қанның миометрияға сіңуі. Сөйтіп, жатырдың түсі мынандай болып кетеді, қап-қара болып. Осыны кувелер жатыры деп атайды. Жақсы? Кувелер жатырының немесе жатыр апоплексиясының негізгі этиологиясы деп сұрайды. Сіздер айтасыздар, плацентаның мерзімнен бұрын сылынып түсуі. Немесе жауап бересіздер, қанның миометрияға сіңуі деп. Бұл тестте бар. Анабез апоплексиясы деп отырғанымызда, бұл тоже жаңағы неміз. Анабез жарылады, қан кетеді ішкі, сондай нәрселер болады. Анабез апоплексиясы есепте былай келеді.
етеккір циклінің ортасында ауырсыну болады дейді, және ішкі қан кету болып жатыр деп келеді есепте. Бұлардың емі әрине хирургиялық, гистерэктомия жасау керек, әсіресе жатыр апоплексиясы кезінде жатырды алып тастау керек. Және де мынау Асфендияровтың гос экзаменде келген базасынан бір сұрақ көрсеткім келіп отыр сіздерге. Ол бізде мына жерде жатыр анабездің апоплексиясы мен анабез кистасының аяқтарының бұралуының бір-біріне ажырата білуіміз керек. Жақсы. Қараңыздар, анабез кистасының аяқтарының бұралуы десе, бұл жерде не болады? Түзілісті көреміз. Есепте түзіліс бар деп келеді. Сол кезде соны белгілейміз. Апоплексия кезінде не болады? Шөткен Блюмберг симптомдары оң болуы мүмкін, ауырсыну, қан кету деген нәрселер болады. Жақсы. Так, құрметті дәрігер жолдастар, бір айтып өтейін, примерно 2-3 минут уақыт, сонымен бүгінгі мини эфирімізді аяқтаймыз. Осы формат сіздерге ыңғайлы болып жатыр деген ойдамын. Сол себептен де барынша концентрациясын жоғары қылып, уақытты аз қылып беріп жатырмыз сізге. 2 сағаттық эфир емес та. Өткен жылы біз мынандай нәтижеге жеттік. Мысалы үшін Нұрғазина Айжан Асфендияровты 6-шы курс қойды, 99 балл алды ГОСтан 5-ші курста. Жұмабек Аяжан педиатрия Асфендияров 6-шы курс 97 балл жинады. Нұрайым Бекаралова Муаның студенті 6-шы курс 95 балл жинап шықты. Бағлан Қайса Кірмудың студенті 6-шы курс 94 балл жинап шықты. Зәуреш Асфендияров 6-шы курс қазір, өткен жылы 5-ші курста 92 балл жинап шықты. Ләззат 90 балл жинап шықты. Бекзат 93%, 90 балл, 96 балл, 96 балл, 96 балл міне. Енді қараңыздар, бұл студенттерді біз қалай дайындадық? Бұл студенттерді біз қалай дайындадық? Жалпы бұлай болды дайындық. Бізде бұлай. Өткен жылы келген 100% келген тест базалар бар ғой. Мен соларды аламын, анализ жасаймын, именно бағыт-бағыттарға бөлемін. Мысалы үшін АИГ бойынша 4 бағыт бар деп жатырмын да. Осы 4 бағытты меңгерсеңіздер, АИГ бойынша бүкіл сұраққа жауап бересіздер деген секілді, солай бағыттарға бөліп тастадық. И бағыттарға сәйкес мен анализ жасаймын. И соған сәйкес мен теорияларды осылай салам. Бүгін эфир қалай өтіп жатыр, мен дәл солай. Сабақтарды дәл солай, өзгеріс жоқ. И астына сол нағыз гос экзамендерде келген, слифте болған тесттерді пробный ретінде салып қоямын. Яғни теорияны көресің, осындай бір 15-20 минуттық, жарты сағаттық менің теориялық видеоларымды көресің, жаттап аласың. И астында сол госта келген тесттерді пробный ретінде тапсырасың. Жалпы біз тестке осылай дайындадық. Ол негізінен енді ол мысалы үшін менің ойлап тапқан дайындығым болған менде, жалпы уже студенттердің дайындығынан нәтижесінен көрініп жатыр. Ол эффективный дайындық негізінен. Өте эффективный дайындық болып жатыр. Себебі студенттердің нәтижесі өте жақсы. Жалпы солай. Тек қана сол видеода айтқан нәрселерді жаттау керек, и астына тесттерді белгілеу керек, и все. Просто тупо файл жаттап кірген студенттер 50-60-тан аспайды. Себебі 100% база болмаса қолыңда бесполезно. Тест жаттап, себебі ол жартысы келеді, жартысы келмейді деген секілді нәрселер ғой. Жақсы. Біздің мақсат енді сол ГОСтан 90 плюс жинау, резидентурадан грантқа түсу. Осы негізгі мақсат бізде осы достар. Сол міне бірінші этап үшін 15 сабақ разбор осылай өтеді. Видео сабақ ретінде астында міне тесттер бар. И тегін пробный тапсырып, қатемен жұмыс жасай аласыздар. Біздің платформамызда міне осылай тұрады. И ГОСты тапсырған сопровождение жасаймын өзім. Екінші этапқа да дайындаймыз біз. Екінші этап бойынша 6 станция бар, ол жақта білесіздер. Сол 6 станция бойынша видео сабақтар ретінде тоже түсіндіреміз. Яғни қалай қабылдау керек, қандай этаптардан өту керек, науқас келді, бүйтті, сөйтті деген нәрселерді түсіндіреміз. Тоже ол видео сабақ ретінде. Біздің жеке өзіміздің Сириус медициналық мектебінің платформасында достар. Осылай. Рентген талдау деген секілді, ЭКГ талдау, қалай істеу керек деген секілді нәрсе, интерпретация деген секілді нәрселер да. Енді бүкіл студенттерімізге ұнады өткен жылғы дайындығымыз, себебі уақытты алмадық көп студенттердің, себебі 5-ші курста жұмыс істейді, там көбісі дайындалғысы келмейді, курс көргісі келмейді, сол себептен де видео сабақтарды барынша қысқа қылдық, дайындық эффективный болу үшін. И нақты не нәрсе керек, сол нәрсені бердік студенттерге. Сол үшін ұнады деп ойлаймын. Және нәтижені көрді. Сол үшін ұнады. Просто көп курстарда андайда курстың ақпараты көп қылып көрсету үшін керекті де керек еместі де тыға береді да. Бұл жерде ондай әңгіме жоқ. Қысқа болса да нақты не керек сізге, керек нәрсені ғана. Арты әңгімесіз. Хорошо? Осы. И біз перекурсқа қалмайтыныңызға біз гарантия береміз. ГОСтан аман-есен өтіп, перекурсқа қалып кетпедіңізге гарантия береміз. Гарантия беретін курстар енді өте аз. Не үшін гарантия береміз? Себебі біздің дайындық форматымызға өзімізге сенімдіміз. Сол үшін. И бүгінгі бағасы осы, достар.
25.000 теңге жайлап қымбаттатып жатырмыз. 5.000 теңгеден қосып жатырмыз әр эфир сайын. Келесі эфирде алла қаласа сол 30 мың болады. Бүгінгі баға 24.990 теңге. Осы нәрселердің барлығы кіреді. Бірінші этап, екінші этап және гос біткенше сопровождение деген нәрселер. Күніне 340 теңге. Күніне 340 теңге осыған шақтық. Енді 2 ай уақыт қалды ғой. 2 ай уақыт қалды. Қазір дайындалып бастамасаң уже кеш деп ойлаймын. Уже кеш. Себебі дайындықтан 4 ай бұрын бастау керек еді. Былай жүре берсең, аспаннан ештеңе түспейді. Мысалы үшін қараңыздар достар, біреулер база күтіп жүреді да, база по-любому шығады ғой деген сияқты. База шықпай қалған жылдар өте көп достар. Асфиньярдта да, Крымуда да, Муада да. Крыму өткен жылы вообще лақтырып кетті мошенниктер. Базаға ойбай келеді деп берген тесттерін, файлдарын жаттап келген, олар вообще келмеген. Крымудың студенттеріне. Крымудың студенттері болса білет сұрасаңыздар 6-шы курстардан қазіргі. Сондай нәрселер ғой. Мысалы үшін жылда шығарып жүрген адамдары осы жолы лақтыра салады. Басқа тест береді, или там 2022-де 21-де келген базалы файлдар тауып бере салады деген сияқты нәрселер. Сенім жоқ та. Вдруг келмей қалған жағдайда сен по-любому өзіңнің басындағы миыңмен хотя бы нормальный балл алып шығу керексің ғой. Жоқ болғанның күннің өзінде. Жаттаған тесттерің келмей қалса да нормально балл алып шығуың керексің. И ол резидентураға ертең грантқа түсуге көмектеседі себебі. Біздің дайындықтағы мақсат осы достар. Біздің дайындықтағы мақсат осы. Күніне 340 теңге шығып тұр, шақсаң тіпті бір кофе сатып алуға жетпейтін ақша ғой. Өте аз ақша. Пожалуйста. Толық төлем жасай алмайтын болсаңыз 2000 теңге бронь жасасаңыз болады. И броньды шегіріп қаламыз да, кейін қалған сумманы ақшаңыз болған кезде төлесеңіз болады достар. Бронь қайтарылмайды достар. Соны ұмытпаңыздар. И реквизит міне. Так, менеджерлер отқан болса, көмекшілерім отқан болса, реквизит чатқа жазып жібере салыңыздар, Zoom-ның чатына. Реквизит осы достар. И неге сапалы курс өте арзан деп жатқан болсаңыздар, біздің клиенттеріміз студенттер біріншіден, және гос жақындаған сайын қымбаттайды достар. Ең арзан кездері, осы бастапқы кездер, ары қарай біртіндеп қымбаттайды. 15 мыңнан бастадық. Вообще біз 10 мыңнан бастағанбыз даже. 10 мың, 15 мың, 20 мың, 25 мың деген сияқты кетіп жатыр. И гос тақалған кезде осылай 50 мыңнан сатып бастаймыз. 50 мыңнан сатып бастаймыз. Тасташ әлі уақыт бар ғой деп жүргенде, ертең адреналин ойнайды. Адреналин ойнаған кезде біз курсты тықпалаймыз. Кезінде, осы кезде алмағаннан кейін. Тем более қымбатқа айтамыз да. Давай алсай, дайындалсай деген секілді. Сол кезде қымбатқа кетіп қалады да ол кезде. Лучше ең жақсысы қазір просто так уақыт бар кезде дайындалуға ертерек, арзан кезінде. Так, жазып қойдың ба? Все, достар, ары қарай сұрақ жауап кеттік. Ары қарай сұрақ жауап. Ары қарай сұрақ жауап. Сұрақ жауап болса кеттік. Сұрақ жоқ болса эфирді аяқтаймыз достар. Курсқа байланысты және осы бүгінгі түсік тақырыбына байланысты. Так, мен жарты сағат болады деп бір 35 минутқа созып жіберіппін да. 5 минут ерте бастадық қой примерно эфирді. 35 минут. 5 минут асып кеттік. Что-то 5 минут асып кеттік. Так, ие болды ма жауаптың есебі? Бағана сұрақта ма? Иә. Сіз дұрыс жауап беріңіз. Төрт қандай бағытты оқу керек? Бронь қанша уақыт сақталады дейді. Айтам. Бронь астына менен чекті жіберу деген тұр. Менеджердің номері. Соған жазыңыз. И сіздің жағдайыңызға байланысты айтады достар. Сол үшін біреуді айлық айдың аяғында түсуі мүмкін деген секілді. Бір аптадан кейін, бір аптаға дейін сақтаймыз. Индивидуально қарайды.